Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін қиярдан осындай томатный соуста банка басатын боламыз. Банкымыз өте дәмді болып шығады. Шамалы ащылау, ет тамақтарға, палауға, макаронға қосып жесеңіздер дәмі деген зор кетеді. Ең алдымен қиярымызды екі басын алып тастаймыз. Сөйтіп 2 сағаттай суға қойып қоямыз. Сөйтіп помидорымызды, огурцимізді, чесногымызды барлығын дайындап аламыз. Қазанымызды қыздырып, мясорубкадан өткен томатымызды, қызанақтарымызды саламыз. Қызанақтарымыз қайнағаннан кейін үстіне қиярымызды саламыз. Шамамен қызанақ 15 минуттай қайнағаннан кейін қиярды салдық. Қиярды салғаннан кейін 15 минуттай тағы да қайнатамыз. 120 грамм мөлшерінде бір бас чеснок қосып араластырамыз. Чеснок салғаннан кейін 10 минуттай қайнатамыз. 10 минуттай қайнатқаннан кейін үстіне қара бұрыш, тұз, 2 ас қасық, 1 ас қасық уксус, 2 ас қасық қант, 3-4 түйір лавр жапырағы, қызыл бұрыш, 2 түйір ащы қызыл бұрыш қосамыз. Барлығын қосып, жақсылап араластырамыз. Енді 15 минуттай тағы да қайнатамыз. Ет тамақпен, палаумен, қыстыгүні жегенге өте жақсы. 2 қызыл бұрыш қоссаңыздар, осылай ашқылтым болады. Тұщылау болсын десеңіздер, 1 қосыңыздар. Барлық демдеуіштерін салып алдық. Қызанақ салғаннан кейін 15 минут, қияр салғаннан кейін 15 минут, чеснок салғаннан кейін 10 минут, демдеуіш салғаннан кейін 20 минуттай бүлкілдетіп қайнатып аламыз. Барлығы осылай дайын болғаннан кейін үстіне 200 грамм сұйық май қосып, тағы да 10-15 минут қайнатып аламыз. Міне сұйық майымды қосып, бүлкілдетіп қайнатып аламын. Міне біздің салатымыз дайын болды. Қияр осылай түсін өзгертеді. Қияр сәл-пәл жұмсарса болды. Қысқа жеуге керемет салатымыз дайын болды. 2 қызыл бұрыш қосамын. Егер ол ащы болып тұрады, тұщылау болған қаласаңыздар, қызыл бұрышты 1 қосыңыздар. Банкілерімізді булап, астын өшірмей салатымыздың баяу отта банкімізге құйып жауып аламыз. Ас болсын, жасап көріңіздер. Жасап көргендеріңіз болса, комментарийге жазып кетіңіздер. Лайк басыңыздар. Сау болыңыздар.